Торғай мен тышқан. Торғай мен тышқан дос болыпты. Екеуі егін егіпті. Тышқан жерді аяғымен қазып, торғай тұмсығымен шоқып, дән сеуіпті. Егін өте жақсы шығады. Торғай мен тышқан бітік өскен бидайды жинап алып, тең бөлісе бастайды. Бір бидай артылып қалады. Соны қайсысы аларын білмей, ақыры жанжал басталады. Торғай тұмсығымен шоқып, тышқан тырнағымен тырналап, бір-бірімен ұзақ төбелеседі. Маңайында арашалайтын ешкім болмаған соң, бір кезде шаршап барып тоқтайды. Ақыры өздерінің билеріне барып жүгінбек болады. Алдымен тышқандар биіне келеді. Тышқандар бие: бұл бидайды тышқан алу керек, өйткені тышқанның күші көп, ол тырнағымен жер жыртып, ұртымен бидай септі, дейді. Бұл шешімге торғай келіспейді. Енді тышқан екеуі торғайлар биіне келеді. Торғайлар бие: бұл бидай торғайдікі, себебі торғай егінге түскен барлық құрттарды құртқан. Күніге үстінде ұшып жүріп, егінді күзеткен депті. Бұған тышқан келісе алмайды. Енді торғай мен тышқан далада қой бағып жүрген бір шалға келеді. Шал дәнді алып, екеуіне тең бөліп береді. Бұған торғай да, тышқан да разы болып, өз жөндеріне кетеді.